Биыл көктемде күтпеген жерден Гүлзат әпкемнің күйеуімен ажырасқанын естіп, көңілсіз сапарға шықтым. Ондай оқиғадан соң әпкем жалғызсырап, жүдеп қалғандай көрінді. Ет бауырым езіліп, оның қазіргі қам көңіл кейпін, мұң торлаған жүзін, әлсін-әлсін көз алдыма елестетемін. Жүрегім сыздап қоя береді. Қайран әпкем, көз жасын көлденең көк аттыға көрсеткісі келмей, оңашада сығымдап алып жүр-ау деймін. Оның қасында қазір біреуіміз қалайша сеніш болып жүруіміз керек. Әйтпесе бір әке, бір шашадан туған бауыр екендігіміздің құны көк тиын емес пе? Шындығында біздің әулетіміз бір бетке, сырт көзге болаттай берік көрінгенмен, іштей тез мүжілуге бейім. Сыр бермей жүріп сынатын қасиетпен уызданған. Әпкем өзі жайында бізге тіс жарып хабар айтпапты. Егіліп, қатырып, хатты жазбаған. Көз жасын көл қылып, үйге де қайтып келмеген. Үн-түнсіз іштей тынып қалған. Әйтсе де мынау өткінші жалғанның жұмбағында шек жоқ. Біздің осы қиындыққа төзімді, тіс жармас тұйық мінезімізге орай, қайғы-қасірет атаулыға мүлде өш, қиын қыстау сәтте іркілмей қол ұшын созуға әзір, ыстық жүрек, нәзік көңіл сыйлап. Әпкем жайлы сол жақтан келген әлде біреуден естіп сала, қанатымен су тасыған қарлығаштай зыр жүгіріп сол жаққа ұша жөнелдім. Шындап келгенде, дәл қазір оған мен қандай көмек бере аламын? Қолымнан не керек екен? Қолымнан нендей мақсатпен жолға шықтым? Ол жағын әлі ойламадым. Әйтеуір кідірмей тез жетуім керек. Біз таң алдында мінген самолет 2 сағаттан соң Шымкент қаласының аэропортына қонуға бет алды. Стюардессаның үні саңқылдап, облыс орталығы болып саналатын бұл қаланың қашан, қай ғасырда дүниеге келгенін, қай ғасырда қанша халық тұратынын барлығын айта жөнелді. Бұдан біраз жыл бұрын Шымкент қаласында үлкен 7 завод бар екені, әрі өндіріс орталығы болып табылатындығын да мақтанышпен айтылып еді. Бірақ стюардесса бұл жолы ол жайлы тіс жармады. Сыртта өкпек жел соғып тұр екен. Туған ағамдай болып кетіп еді. Ойыма тағы да әпкем оралды. Жеңіл машинасы да, ондай жездесі де құрысын, дедім іштей аялдамаға тақай берем. Бірдеме етіп өзім жетермін. Жол машинаға мінермін, қиналармын, жол азабын тартармын. Әйтеуір тезірек жетсем екен. Шымкент қаласының мойнын көкке созып, 7 завод ұстап тастағандай аспандағы алба-жұлба бұлттар лас, күр боқжалақ болып көрінді. Жазы аптап ыстық, қысы қаһарлы суық болады. Әпкемдер институттан соң жолдамамен келіп еді. Біз шөлейт далаға қарай ұзаған сайын көк жүзі ашылып, жуылған шыныдай мөлдіреп, күн көзі жарқырап көріне бастады. Жолдың ескі жағындағы көк ора шалғынның арасынан сан алуан құстар тынымсыз сайрап, кейде тіпті мотордың бір қалыпты гүрілін де естіртпей жіберді. Не болды сендерге? Неге келісе алмадыңдар деп ойша сұрақ қойып келемін. Екеуің өте тату тұрушы едіңдер ғой. Сүйіп қосылмадыңдар ма? Неге үндемейсіңдер? Қандай жұмбақ бар сендерде? Естеріңде ме? Екеуің үйленген күн. Мен үшін мәңгі ұмытылмастай жатталып қалған. Тойларың тамаша өтті ғой. Әпкем қандай сұлу еді сонда. Жездем, сен де жігіттің сұлтаны едің. Біз сені бір көруге ынтығып, үйдің жанына келіп тоқтаған машинадан түскен бір топ жігіттерге ұяла қарағанымызда, өзіңді солардың арасынан бірден танығанбыз. Сол сен екеніңді көңілімізбен сезгенбіз. Өйткені сен бір түрлі біздің үйдің адамына ұқсайтынсың. Енді міне, қалайша өзгеріп кеттіңдер. Тіпті сене алмай келермін. Өтірік болса екен, өтірік екеніне сене аламын. Әпкем расында да жүдеп қалыпты. Ақ құба жүзінің ажары солғын тартып, көзінің асты мұң кірген, бір түрлі жанары боталап үлкейе түскен. Жүріс тұрысында, мінез құлқында бір түрлі сабырлы, салмақты күй пайда болыпты. Менің күйіме, менің келгеніме қуанып, құшақтап, бетімнен сүйіп амандасқан соң, апам жіберді ме деп сұрады. Жоқ, өзім келдім дедім, сабыр сақтауға тырысып. Содан соң өз жайынан хабардар екенімді білсін деп, үйдегілер әлі естіген жоқ деп қойдым.
Әпкем шағын ғана 2 бөлмелі үйі мұнтаздай таза. Кішкентай қыздың қуыршақ ойнағанындай тап-тұйнақтай әр зат өз орнында жалтырап тұр. Ол әпкемнің ұқыптылығынан ғана емес, бұл үйдегі заттарды шашып былдырлап ойнайтын баланың шоқтығынан-ды. Неге екенін қайдан білейін, жездем екеуі бас қосқалы бірталай жыл өтсе де, әлі күнге дейін нәрестелі болған емес. Ол үй ішінің жағдайын, менің институттағы сабағымды сұрай жүріп, шай әзірледім. Қысқа жауап беріп отырдым. Жездем жайында сұрағым келсе де, біртүрлі батылым жетпеді. Ол енді бізге бөтен адам, тіпті жау болып кетуі де мүмкін. Ал әпкемнің өзі бұл үйде ешқандай өзгеріс болмағандай, баяғыдан бері тап осылай тұрып келе жатқандай сабырлы қалпын сақтап, ештеңе айтпады. Шай ішіліп болған соң сыртқа шығып, ауланың ішінде біраз ойланып отырдым. Есік алдындағы бақанға керулі жіпте жайлы отырған ер кісінің көйлегі, сәкінің астына жатқан ескі аяқ киім, темір қақпалы гараж, жаңбырлы күні түскен машинаның ізі де жидемді жиі-жиі еске салып қояды. Оның бір жола кетіп қалғанына бір түрлі сенгім келмеді. Адамдар қызығы, қазіргі мына көңілсіз үйдің бір кездегі иесі Досбол жездемнің аяқ астынан құбылып шыға келеді деп ойлағам. Өз ошағын, сүйіп қосылған жарын, бауыр басып қалған ауылы мен ауласын көзі қиып қалай тастап кетті екен. Ол осында жүргенде бәрі басқаша еді. Шынын айту керек. Жездем мені өзінің туған інісінен кем көрмейтін. Біз қонаққа келген сайын жаны қалмай елпектеп құрақ ұшып тұратын. Бұдан кішірек кезімізде бала сияқтанып, кейде өзіміз де бірге ойнап кетуші едік. Енді міне, бәрі күтпеген жерден өзгере қалады екен. Адамдар осы неге айырылысады деп ойлаймын. Өмірде жолымыз бір, кеудеде жанымыз бір дейтін достар неге өкпелесіп, ат құйрығын кесіп жатады. Тіршілігіміз бен тілегіміз ортақ дейтін ерлі-зайыптылар неге екіге жарылады. Қамшының сабындай ғана қысқа ғұмырда, жалғыз-ақ берілер жалғанда аяқ астынан ыдыса салу оңай болғаны ма? Кім не ұтпақ сонымен? Әне, ауылдың айналасы түгел құлпырып, көк ұры шалғын бұлғап тербеліп тұр. Кеш құрым әпкем екеуміз терезенің тұсындағы секіде отырып ұзақ сырластық. Күндізгі оттай ыстық демнің беті қайтып, жазғы даланың кең тыныстық қоңыр салқын шағы қанат жайған. Іштегі қайғыныз аздап сейілгендей болды. Ол кетіп қалды, деді әпкем мұңайып. Кінәлі жандай жабырқап, төмен қарап отырды да, сосын жанарын сонау алыста шыңдарының ұшығына мұнартып көрініп тұрған қос молаға қадады. Жақында 1 жыл болады. 1 жыл жездемнің кеткеніне ме? Иә. Бұл өзі бұдан біраз жыл бұрын басталған еді. Жәкіш, енді сен бала емессің ғой, түсінетін шығарсың. Біздің осы күнге шейін баламыз болмады, енді болмайды. Сол үшін осындай шешімге келдік. Ол қазір анау тау жақтағы ауылда тұрады. Үйленген, бір қызы бар. Аты аңсар. Тамағыма өксік тіреліп, көзіме жас толып қалды. Тынысым тарылып, құлағым шыңылдағандай болды. 1 жыл. Япыр-ау, 1 жыл бойы бізге айтпай жалғыз тұрып келгенің бе? Бұл не, қаталдық па, тәкаппарлық па, не соңды? Кім үшін, не үшін азапқа салған Құдай-ау? Әпке, өзіміздің үйге қайтайықшы, жүрші. Үнім әзер шықты. Ол күлімсіреп, мен осы ауылға үйреніп қалыппын, Жәкіш. Бір түрлі қимаймын. Қимайтын несі қалды? Енді менің даусым шаңқылдап ашы шыға бастады. Жападан жалғыз не істейсің мұнда? Ауылға жүр, кетеміз әпке. Қызықсың, Жәкіш. Әпкемнің үйі соншалықты сабырлы шықты үнім. Менің ең қимас күндерім осында өтті. Сол үшін де ыстық маған. Әрі жездең де кетпеші деді. Жездең, оның қандай хақысы бар? Солай, Жәкіш. Саған әлі көп нәрсені айтып түсіндіре алмай отырмын ау. Қалаға барып дәрігерлерге көрініп келген соң, алғаш рет өз бақытымды іздеп тап деп өзін айтқанмын. Содан соң 4 жыл бірге тұрмыс құрдық. Бір күні ол үйге тұнжырап келді. Егер сен ренжімесең, екеуміз бөлек өмір сүріп көрейік деді. Мен оның басқа біреумен көңіл қосып келгенін сездім. Жүрегім су ете қалды. Жолайрыққа жетіп қалғанымызды түсіндім.
іштей сол күнге дайынмын. Берік бекіндім деп жүрсем де төбемен жай түскендей болды. Шапан түзде, елсіз құла далада қалып бара жатқандай өзегім өртенді. Бірақ мен оның бақытты болуын, перзент сүюін шын жүректен тілеп едім. Я, менің кінәмнің неге бақытсыз болуы тиіс? Бала сүюді тағдыр жазбаса, әу бастақ менің маңдайыма жазбаған екен. Оның кінәсі жоқ. Сосын киімдерін үзіп реттеп, чемоданға сала бастадым. Оның алыс жаққа кететін жүрегім сезді. Ал ол менің қимылымнан көз жазбай қарап тұр. Бір өтінішім қажет десең, өмірлік тілегім бар. Соны орындаймын деп уәде берсең ғана кетемін. Әйтпесе кетпеймін деді. Бұл оның мені бақытты ету деп өз қолыңда деп тұрған еді. Сөйтіп, Жиздеңнің соңғы тілегін қабыл алдым. Бұл ауылдан ешқайда кетпеші. Қайда жүрсем де менің үйім осы деді. Солай Жәкіш. Кетеміз әпке дедім мен оған көмгім келмей. Әпкем осы сот темір торда еріксіз қамалып отырған бейкүнә құсап кетті. Жездеме жыным келді. Феодал дедім. Іштей ызаланып. Нағыз феодал екен. Адам деп жүрсем. Жарайды Жәкіш деді. Үйге кірейік. Маған төсекті сыртқа сәкін үстіне салып беруін өтіндім. Өзімен оңаша қалып жатып ойланғым келді. Сарапқа салып көрмекпін. Жол соғып шаршаған екенмін. Жастыққа басым тиісімен көзім жұмыла бастады. Әпкемнің болашақ тағдыры туралы ойымды жинақтай алмадым. Түннің 1:30-да үйдің жанынан гүрілдеп келіп тоқтаған машинаның даусынан ояндым. Жарығы үйдің терезесіне шағылысып өтті де жылдам сөнді. Әпкем ояу жатқан ба, әлде ұйқысы сергек пе, әйтеуір іле-шала есікті ашып, сыртқа шықты. Неғып тұрсың ішегір деді келген адамға ақырын ғана үн қатып. Бейуақытта жүрген бұл кім өзі? Жездем ғой. Я, соның өзі. Ұйқылы ояу не істерімді білмей біраз жаттым. Ауыз үйдің шамы жанды. Терезеден қиғаштап жарық түсті. Түнгі дала тым-тырыс. Айнала қою тыныштық ойып қалған. Күндізгі әнші құстар да ұйықтап жатыр ау қазір. Жәкіш келді ғой деді әпкемнің үні естілді. Терезенің жел көзі ашық екен, даусы ап-анық жетті. Қашан? Қайда өзі? Бүгін келдім. Сыртта ұйықтап жатыр. Өзің қайдан түнделетіп жүрсің? Ана жақтан келе жатырмын. Оның үні бір түрлі солғын шықты, жайшылықпын. Ол үндемеді әпкем. Шай қояйын ба деп сұрадым. Жоқ, бір кесе айран бешейін. Үйдің айраны сағындым деді. Әпкем ас үйден айран құйып әкелген болу керек. Тәттісінай деген дауыс естілді оның. Бал татиды. Айтшы, не болды? Ол кетіп қалды. Тағы да ренжісіп қалдыңдар ма? Сәл нәрсеге бола бұлқан-талқан болып. Жас емес пе? Сабырлы болсаңшы. Шаршадым, тіпті әбден басым қатты. Әне күн осында келіп кеттім ғой. Содан бері оң қабағы ашылмай жүрген. Ақыры кетіп тынды. Шынымды айтсам бойым жеңіліп қалды. Аңсарды алып кетті ме? Я, кетсе жолы болсын. Қой әрі үйтіп жаманырын бастамашы. Әлақ татулатып кетесіңдер. Өзің барсып кешірім сұрамайсың ба? Кешірім сұрайтындай не жазыппын? Қызғанады ғой. Оған оңай тиіп жүрме. Келмей-ақ қой шосында. Не бар дейсің мұнда? Сол баяғы өзің көрген тіршілік. Келме дегенше өлдеші маған. Саған не болған өз? Аңсарды айтшы онанда қалай? Саған ұқсай ма? Қасы, көзі, аузы, мұрнын аумаған өзім. Тұп-тура көшірмем деші. Әпкем сыңғырлап күлді. Жездем де жымиып қойдау деп ойладым сыртта жатып. Жәкіш біздің жағдайымызды білемей деп сұрады. Естіген ғой. Гүлзат, мен осы қайтсем, қайтып келсем қайтеді. Қызықсың ау дос бол. Ұмыта алсаң ұмыт, ал аңсарда ерсіз тастама. Күнәсіз нәрестені бақытсыз етпе. Екі оттың ортасында қалғандаймын. Күлеме өзі қалға шыға бастады ма деді әпкем. Кімді айтасың, аңсарды ма? Я, күледі. Сол үшін ғана бірге өмір сүріп жатқандаймыз. Әйтпесе, бір-бірімізге мүлде бөлек жандармыз. Содан соң көпке дейін үнсіз қалды. Япыр-ау, бұл сонда деп іштей таң қалдым. Үнді фильмдеріндегі махаббат драмасы ма әлде? Жездемнің дәл бүгін мен келген түн түнделетіп жүруі қызық еді.
бір түрлі түсініксіз кездейсоқтық болатын. Олай емес, кездейсоқтық емес, бұл өмірдің түсініксіз құпия заңдылығы. Маған тағдыр балайы қиын, жолы ауыр екі жан бір-біріне кіршіксіз адал көңілмен сығыр ақтарып отыр. Ал мұндай жандар кәусар шындыққа әйтеуір кім де болса да бір жан куә болуға тиіс қой. Иә, мен куәмін. Әпкем мен жездемнің арасындағы мынау құпия нәзік тұрдың кәусар шындықтың куәсімін. Сол үшін осы бір адал арманға тас жүректердің қайғысын әке-шешеме тіпті көк атты мысқылдап көрмеу үшін жалпы жұртқа қас қалпында таяз таза күйінде жеткізу менің міндетім секілді. Бірақ қалай жеткіземін? Енді қайтқаның жөн болар деп әпкем әлден соң барып аңсар екеуін алып қайтып. Бұл жаққа бұдан бұлай келмей-ақ қой. Мен саған ризамын, дос бол. Не болып барады бұл дүниеде деді қатты торығып. Сосын әпкемнің иығынан құшақтап бетінен сүйді-ау деймін. Жарайды, болды бара ғой деді әпкемнің жалынышты үні естілді. Аңсарға арнап көйлек тігіп ем, өзімде қалсын. Сендер ренжіспеңдер. Жездем сыртқа шығып Сәкінің жанына таяп келді де ақырын ғана менің шашымнан сипады. Мен түк сезбеген болып жата бердім. Сәлден соң түнгі даланың тұрғын да пердесін машина жарығы қақтылып тас жолдың бойымен ұзап бара жатты. Ол кеткен соң әпкем үйге кіріп солқылдап жылады. Менің жүрегім шымырлап, оған жаным ашыды. Аңсарға, өз өмірінде көрмеген кішкентай аңсарға арнап тіккен көйлегін кеудесіне басып жылады-ау деймін. Жаныма барып жұбатқым келді. Бірақ неге екенін өзім де білмеймін. Олай ете алмадым. Жездем не ойлап барады екен? Әпкем екеуміз не істейміз? Ауылға бірге қайтамыз ба? Білмеймін. Әпкем көпке дейін өксіп жатты.